Кешкі асқа арналған тағы да бір идея. Тез арада дайын болатын котлеттер дайындаймыз. Дұрыс пісіру әдісімен бөлісетін боламын. Ең бірінші парақшама тіркеліп алыңыз. Алдымен тауықтың етін ет тартқыштан немесе блендерден өткізіп аламыз. Үстінен бір жұмыртқа, пияз, сухари және де картошканы үкіштен өткізіп, суын сығып тастап қосамыз. Дәмдеуіштер салып, жақсылап барлығын араластырамыз. Котлеттің ортасына сметанковый атты калехтың осындай ірімшігін қолдандым. Калех өнімдерінде творожный сыр және сливкиден бөлек неше түрлі ірімшік түрлерін таба аласыздар. Парақшасына өтіп көрсеңіздер болады. Котлетті қызып тұрған майға екі жағын ғана қызарта отырып, сәл ғана қуырып аласыздар. Одан кейін табаға салып, бетін фольгамен орап 20 минут пісіріп аламыз. Дәл осы әдіспен сиыр етімен жасауға да болады. Котлеттердің арасы толықтай таза піседі. Қорықпай жасай беріңіздер. Гарнирге картошка пюресін дайындадым. Қараңыздар, сочный, дәмді әрі тез арада дайын болады. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Қыздар, бүгін кешке осы тағамды міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл тағамның аты бризоль деп аталады. Шашырамай әдем болып піседі. Дәмі де өте күшті, жұмсақ болып шығады. Ең бірінші парақшама тіркеліп алыңыз. Алдымен тартылған етке пияз, дәмдеуіштер салып, жақсылап араластырамыз. Мен осындай 6 бөлікке бөлдім. Әр кесеге бір жұмыртқаны жарып, үстінен фаршты салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Қызып тұрған табаға май құйып, осы табаға жай отта 3-4 минут кетеді. Екі жағын осылай қып-қызыл қуырып аласыздар. Қатты отқа қойып күйдіріп жібермеңіздер. Екі жағы негізі толықтай піседі. Осылай жайып жібересіздер ғой. Сөйтіп айналдырып барлығын пісіріп аласыздар. Ортасына майонез, кетчуп және де калехтың осындай ірімшігін қостым. Сметанковый деп аталады. Калехтың өнімдерін білесіздер. Творожный сыр және де сливкилері бар. Және де неше түрлі сырларды табуға болады. Осылай күрішті салатын барын орналастырамыз да дастарханға ұсынамыз. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыз. Кафе, ресторандағыдай ұйғырша лағманның оригинал рецептімен бөлісемін. Негізгі рецепте картоп және де сәбіз қосылмайды. Ең алдымен етті кубиктеп турап, қуырып аламыз. Үстінен пияз салып, жақсылап қуырып, су құйып бұқтырып қоямыз. Көкөністерді қиғашынан 4-3 етіп тураймыз және де ең жақсы фишкасы дайкон қосылады. Бұл ақтұрып деп аталады. Сонымен қатар жартылай ащы бұрыш қосқандарыңыз дұрыс. Пекин капустасының қатты бөлігін қосамыз және де лапиза атты приправаның орнына Чункостан фирмасының лағманға арналған приправасын қостым. Бір шай қасық қоссаңыздар жеткілікті. Бұл дәмдеуішті алу үшін төмендегі номерге хабарласыңыздар. Азғантай су құйып, осы суда жақсылап бұқтырып пісіріп аламыз. Қамырымызды орналастырып, үстінен поливканы құйып дастарханға ұсынамыз. Мен оригинал лағманымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Дәл қазір қуырма лағманның рецептімен бөлісемін. Қай ұлттың ұлттық тағам екенін білмеймін, бірақ та бізде барлық кафеге барсаң лағманның түр-түрі тұрады. Ең дәмді тағамдардың бірі. Алдымен етті жұқалап турап алып маринадтаймыз. Соя соусын, чеснок және де сұйық қосып, осылай маринадтап қоямыз. Лағманға жақсы дәм беретін полугорки осындай перецті қосамыз. Ұзыншалап, үшбұрыштылап турап алдым. Пекин капустасының қатты бөлігін қосамыз. Сонымен қатар сельдерейдің осындай қатты таяқшасын осылай турап дайындап қоямыз. Табаға азғантай май құйып, етті аздап қуырамыз. Сәл піскеннен кейін пияз және көкөністерді саламыз. Лағманның дәмін келтіретін лапиза атты приправа бар, бірақ та сіздерге Чонкустан фирмасының дәл осындай дайын лағманға арналған приправасын алуды кеңес беремін. Қатты ашыны ұнататындар алып көріңіздер. Төменде номер қалдырам, сол номерге хабарласыңыздар. Лағман қамырын видеодағыдай турап, барлығын бірге араластырамыз. Осымен біздің тағамымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Видеоны лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын. Мына салат точно аппетит шақырады және де қою тағаммен күшті желінетін той салатының рецептімен бөлісемін. Алдымен қызыл капустаны жіңішке етіп турап дайындаймыз. Сонымен қатар ақ капустаны да жіңішкелеп турап аламыз. Қызыл капустаны міндетті түрде салқын сумен бір жуып алғандарыңыз дұрыс. Және де барлығын бір ыдысқа жинаймыз. Ыдысқа қияр, сарымсақ, паприка саламыз. Енді тауық етін пісіріп алатын боламыз. Жіңішкелеп тураймыз. Осы кафе ресторанға барсақ, әшейін простой салаттың өзі дәмді болып тұрады ғой. Негізі ол осы дәмдеуішіне байланысты. Мен Чонкустан фирмасының осындай дәмдеуішін қолдандым. Бір шай қасық қоссаңыз жеткілікті, дәмі деген күшті болып келеді. Піскен тауық етін жаңағы ыдысқа салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен салат дайын болды. Жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз.
Артық салмағы бар, азалмай жүрген қыздарға керемет тойымды таңғы астың рецептімен бөлісейін. Духовканың табасын алып, үстінен овсяный хлопья себесіздер. Бұл жерде геркулес түрін пайдалануға да болады. Ұнаған дәнектеріңізді ұсақтап турайсыздар. Одан кейін үстіне сұйық май, әселді салып, жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған 180 градус пеште 35-30 минуттай қызартамыз. Арасында 10 минут сайын осылай қозғап тұрыңыздар. Барлығы қып-қызыл болып осындай қызару керек. Негізі бұл тойымды әрі құнарлы таңғы астардың бірі. Кез келген айранға хлопьяны салып, үстіне жидектер, банан қосып жіберсеңіздер болады. Өзімде үнемі таңғы асқа осылай жеп жүрмін. Рецептіне лайк басып, парақшама тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Қыздар, дәл осылай бір аптада 8 килограмм салмақ тастауға болатынын білесіз бе? Ең бірінші жұмыртқаны суға қайнатып аламыз. 2 жұмыртқа, 1 апельсин керек болады. Апельсинді бөліктерге бөліп аламыз, және де дәл осы менюді таңғы асқа, түскі асқа, кешкі асқа пайдалансаңыздар 8 килограмм салмақ жоқ болады дейді. Артық салмағыңыз болса, осы әдісті пайдаланып көріңіз. Мен де бүгін бірінші күннен бастап жатырмын. Барлығын стористе бөлісемін. Парақшамда басқа да пайдалы рецепттер бар. Тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ух ты, вот это каша! Ням-ням. Вкусовые рецепторы лгать не могут. Когда ешь что-то вкусное, непроизвольно улыбаешься. Обалденно вкусно! Тамшының палауын жемепсің, бұл өмірге келмепсің. Нағыз шашпа палауды Шымкенттегі Республика 40-қа келіп дәмін көріңіз. Арнайы ашылуы 5 қараша күні болады. Тамшыда барлығы қолжетімді палау, самса, шашлыктердің түр-түрі бар. Достармен, отбасыңызбен келуге өте ыңғайлы жер. 5000 теңгеге тамақтанып, умраға немесе Дубайға саяхатты ұтып алуға болады. Таң қалғаным, әр 2 сағат сайын жаңадан палау пісіп шығады. Әр жұма сайын комбо болады. Палау, самса, бір кола және 3 шашлык алсаңыз, біреуі тегін болады. Әлі осындай тандыр самсасы барлығының көңілінен шығып жатыр. Түрлі тәттілер, ыстық тағамдар да менюда бар. 5000 теңгеге тамақтандырады-ау, тамшыға әкеледі-ау деген досыңа, жақыныңызға жіберіп қойды ұмытпаңыз. Кешкі асқа оп-оңай люля кебаб жасап көріңіз. Ең бірінші гарнирін дайындаймыз. Картошканы суға қайнатып алып, тұз бұрышын салып, сармай қосып, азғантай сүт қосып естеңіздер, жұмсақ күшті болып шығады. Мен люля кебабты ыңғайлы осындай инжуния табасында пісіретін боламын. Майсыз тартылған етті дайындап аламыз. Пиязды блендерден жақсылап тұрып өткізіп алдым, және де қызыл, жасыл осындай болгар бұрышын және кинзаны салып, ұсақтап турап, тұз бұрышын салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Инжуния табасында мүлдем жабыспайды, және де ручка алынбалы, газге де духовкаға да қолдануға болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минутта пісіріп аласыздар. Қараңыздар, стем арада күшті болып шығады. Жасап көріңіздер. Рецептіне лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыз. Ас болсын. Қыздар, егер де сіздің давлениеңіз жоғары болса, иммунитетіңіз түсіп, тұмауратып жүрген болсаңыз, дәл осы қайнатылмайтын вареньені жасап көріңіз. Ең бастысы лимон және де имбирь қажет. Лимонды бөліктерге бөлеміз, ортасындағы дәндерін толық алып тастайсыз. Мен блендерге салып, лимонды осылай езіп алдым. Негізі ет тартқыштың көмегімен өткізуге болады. Енді имбирді осылай 4-5 етіп турап салдым. Негізі лимон мен имбирдің екеуін де бірге ет тартқыштан өткізсеңіз де күшті болады. Үстінен 1 стакан қант қосып, қанты ерігенше жақсылап араластырып, шыны ыдыста сақтайсыз. Шайге де және де қайнаған суға да қосып іше берсеңіздер болады. Жасап көріңіздер, баршаңызға ем болсын. Егер де үйіңізде азғантай ақ фарш қалса, осындай дәмді тағам жасаңыз. Бірінші табаға сармай салып, пиязды болгар бұрышын 4-5 етіп турап, жақсылап қуырып аламыз. Үстінен жаңағы азғантай фаршымызды саламыз. Томат пастасын және де тұз салып, жақсылап 5 минут қуырып, үстінен су құямыз. Одан кейін су қайнамай тұрып, кемей өнімінің осындай қатты жаймасын алып,
тең ортасынан бөліп ретімен орналастырып шығамыз да бетін жауып жай отта 15 минут бұқтырамыз. 15 минутта қамыр піседі. Үстіне ірімшікті себелеп шығамыз. 2 минутта осылай еріп әдем болып тұрады. Жұмыстан шаршап келгенде тез арада дайын бола қалатын ең дәмді тағамдардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын. Азғантай ғана фарштан өте дәмді, тез арада дайын болатын тағам дайындаймыз. Дәмі деген күшті болып шығады, қыздар, жасап көріңіздер. Алдымен тартылған етке пиязымызды салып, дәмдеуіштер салып, азғантай майонез қосып, сухари салып, жақсылап араластырамыз. Енді көкөністеріміздің барлығын дөңгелектеп турап дайындап аламыз. Дәл қазір тағамды инженio табасында пісіретін боламын. Бұл табаның ерекшелігі духовкаға да, газға да қоюға болады. Ручкасы алынбалы салынбалы және де шкафта азғантай ғана орындалады. Соусын дайындау үшін тұз, томат пастасы, су барлығын араластырамыз, құямыз және де духовкаға 180 градусқа 45 минутқа жібереміз. Өте дәмді болып шығады. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыз. Егер де энергияңыз аз болса, иммунитетіңіз төмен болып, қаныңыз азайып кетсе, ұмытшақ болып жүрсеңіз, қанша ұйықтасаңыз да шаршау болып, ұйқыңыз қанбаса, әлсіреп жүрсеңіз, дәл осы табиғи батты дайындап көріңіз. Ол үшін бізге мейіз, өрік және де асқабақтың дәнегі, кәдімгі жаңғақ барлығын жуып тазалап, блендерге осылай жақсылап араластырып аламыз. Барлығын бір ыдысқа салып, үстінен табиғи осындай балды қосамыз. Енді жарты лимонның суын осылай сығып қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Және де міндетті түрде шыны ыдысқа сақтаймыз. Күніге аш қарынға бір шай қасықтан жеп отырсаңыз, иммунитетіңіз көтеріліп, шаршауыңыз басылып, тіпті гемоглобин де көтерілетін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт пайдалы болса лайк басып, парақшама тіркеліп, осы видеоны жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Ем болсын сіздерге. Басыңыз айналып, әлсіреп жүрген болсаңыз, үй жағдайында уколсыз, дәрісіз иммунитет көтеретін сусын дайындаймыз. Бірінші таза кастрюльді алып, қызылшаны теркадан өткіземіз. Қызылшаны алдын ала суға қайнатып пісіріп алыңыз. 100 грамм мейіз, 100 грамм өрік және де набат саламыз да үстінен қайнап тұрған 2 литр суды құямыз. Егер де набатты көп салсаңыздар, қант салмай қоюға болады. Мен 50 граммдай қант салып, бетін жауып бір түнге қалдырдым. Осындай әдемі кастрюль іздесеңіз, Бақшоп Айша дүкенінен таба аласыздар. Ас үйге қажетті заттардың барлығы бар. Қолжетімді бағада онлайн доставка жасайды, немесе Шымкент қаласындағы Бәйтереков 43 адресіне келіңіздер. Бағалары қолжетімді, барлық затты табуға болады. Енді бір түн өткеннен кейін бір араластырып жіберіп, сүзгіден өткізіп, бір апта бойы азанда және кешке ішетін болсаңыз, иммунитетіңіз көтеріледі. Осы әдісті жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшама тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Егер де энергияңыз аз болса, иммунитетіңіз төмен болып, қаныңыз азайып кетсе, ұмытшақ болып жүрсеңіз, қанша ұйықтасаңыз да шаршау болып, ұйқыңыз қанбаса, әлсіреп жүрсеңіз, дәл осы табиғи батты дайындап көріңіз. Ол үшін бізге мейіз, өрік және де асқабақтың дәнегі, кәдімгі жаңғақ барлығын жуып тазалап, блендерге осылай жақсылап араластырып аламыз. Барлығын бір ыдысқа салып, үстінен табиғи осындай балды қосамыз. Енді жарты лимонның суын осылай сығып қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Және де міндетті түрде шыны ыдысқа сақтаймыз. Күніге аш қарынға бір шай қасықтан жеп отырсаңыз, иммунитетіңіз көтеріліп, шаршауыңыз басылып, тіпті гемоглобин де көтерілетін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт пайдалы болса лайк басып, парақшама тіркеліп, осы видеоны жақындарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Ем болсын сіздерге. Қыздар, егер де сіздің давлениеңіз жоғары болса, иммунитетіңіз түсіп, тұмауратып жүрген болсаңыз, дәл осы қайнатылмайтын вареньені жасап көріңіз. Ең бастысы лимон және де имбир қажет. Лимонды бөліктерге бөлеміз, ортасындағы дәндерін толық алып тастайсыз. Мен блендерге салып, лимонды осылай езіп алдым. Негізі ет тартқыштың көмегімен өткізуге болады. Енді имбирді осылай төрт-төртетіп торап салдым. Негізі лимон мен имбирдің екеуін де бірге ет тартқыштан өткізсеңіз де күшті болады. Үстінен бір стакан қант қосып, қанты ерігенше жақсылап араластырып, шыны ыдыста сақтайсыз. Шайге де және де қайнаған суға да қосып іше берсеңіздер болады. Жасап көріңіздер, баршаңызға ем болсын. Басыңыз айналып, әлсіреп жүрген болсаңыз, үй жағдайында уколсыз, дәрісіз иммунитет көтеретін сусын дайындаймыз. Бірінші таза кастрюльді алып, қызылшаны теркадан өткіземіз. Қызылшаны алдын ала суға қайнатып пісіріп алыңыз. 100 грамм мейіз, 100 грамм өрік және де набат саламыз да үстінен қайнап тұрған 2 литр суды құямыз. Егер де набатты көп салсаңыздар, қант салмай қоюға болады. Мен 50 граммдай қант салып, бетін жауып бір түнге қалдырдым. Осындай әдемі кастрюль іздесеңіз, Бақшоп Айша
дүкенінен таба аласыздар. Ас үйге қажетті заттардың барлығы бар. Қолжетімді бағада онлайн доставка жасайды, немесе Шымкент қаласындағы Бәйтереков 43 адресіне келіңіздер. Бағалары қолжетімді, барлық затты табуға болады. Енді бір түн өткеннен кейін бір араластырып жіберіп, сүзгіден өткізіп, бір апта бойы азанда және кешке ішетін болсаңыз, иммунитетіңіз көтеріледі. Осы әдісті жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшама тіркеліп, жақындарыңызбен бөлісіп. Жаздың күні шөліңізді басатын, оңай жасалатын 2 апельсин 1 лимоннан 4 литр осындай салқын сусын дайындаймыз. Ол үшін ең бірінші морозильникке апельсин мен лимонды қатырып аламыз. Бөлшектерге бөліп, блендерге салып, үстінен 1 стақан қант және де 1 стақан су құйып, жақсылап араластырамыз. Ащы дәмінің барлығы кетіп қалады. Дұрышлактан өткізіп, қою массасының барлығын алып тастап, үстінен кәдімгі салқын су құясыздар. Кувшинге лимон, мята, мұз кесектерін салып, сусынды құйып, мұздай етіп ұсынамыз. Осылай оформление жасауға да болады. 2 апельсин 1 лимоннан 4 литр сусын шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл осы рецептке қолданған ыдыстардың барлығын Бакшо-Байша дүкенінен алдым. Біздің дүкенде мектеп оқушыларына арналған сөмкелер бар, және де ванный набор түрлерінің неше түрлісін таба аласыздар. Бағалары 4000-4200 теңгеден басталады. Төменге номер қалдырам, сол номерге жазып, қалаған затыңызды заказ беріп алдыруға болады. Немесе Шымкент қаласынан болсаңыз, Бәйтерекова 43 адресіне келіңіздер. Және де жаңағы 4 литр шығатын салқын сусынды жасауды ұмытпаңыздар. Ас болсын. Азғантай ғана фарштан өте дәмді, тез арада дайын болатын тағам дайындаймыз. Дәмі деген күшті болып шығады, қыздар, жасап көріңіздер. Алдымен тартылған етке пиязымызды салып, дәмдеуіштер салып, азғантай майонез қосып, сухари салып, жақсылап араластырамыз. Осылай ұрғылау міндетті. Енді көкөністеріміздің барлығын дөңгелектеп турап дайындап аламыз. Қазір Тефаль KZ сайтынан алған әдемі табаларыма пісіремін. Бұл табалардың ерекшелігі ручкасы алынып салынады. Сонымен қатар газға да, духовкаға да салуға болатын әдемі ыдыстардың бірі. Соусын дайындау үшін тұз, томат пастасы, су барлығын араластырамыз, құямыз және де духовкаға 180 градусқа 45 минутқа жібереміз. Өте дәмді болып шығады. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшама тіркелуді ұмытпаңыз. Қыстың күні рахаттанып отырып жейтін, нанмен жейтін мына тойымды салатты жасап қойыңыздар. Оп-оңай жасалынады. Бір қуырып банкіге жаба саласыздар. Алдымен барлық көкөністерді жуып, тазалап, 4 бұрышты етіп турап қоямыз. Қазанды қыздырып, сұйық май құйып, пиязымызды салып бір қуырамыз. Пияз қуырылғанша әдемі табағымды қайдан алғанымды айтайын. Бакшо-Байша дүкенінен кез келген ас үйге қажетті заттарды, хит товарлардың барлығын таба аласыздар. Және де Қазақстан бойынша ең тиімді баға, барлық қалаға доставка бар. Парақшаға өтіп тіркеліп алыңыздар. Пияз қуырылып болды. Енді сәбізді және де болгар бұрышын салып, тағы да 5 минут қуырамыз. Дәміне қарай бір ас қасық толтырып тұз салдым. Помидорды бөліктерге бөліп, блендермен өткізіп алдым. Мясорубкаға қараған кезде блендермен өткізген тез әрі оңай болады. Блендер сатып алсаңыздар болады, жаңағы дүкенде бар. Дәл осылай 20 минут қайнатып, укроп және оның таяқшасын, чеснок бәрін қосып араластырып, тағы да азғантай тұз салып жібердім. Общий 1,5 қасық тұз салдым. Ал енді бір ас қасық уксус салып, барлығын араластырып, стерилденген банкіге құйып, қақпағын бұрап, жауып аламыз. Осымен салат дайын болды. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Оп-оңай салатты міндетті түрде жасап көріңіздер. Таңғы асқа сыр күріш дайындап көріңіз. Каша пісіре алмайтын қыздар мұқият қараңыздар. Дәмі өте дәмді әрі пайдалы кашалардың бірі. Ең бірінші күрішті алдын ала жібітіп қоямыз. Яғни таңертең істейтін болсаңыз, түнде осылай су құйып жібітіп қоясыздар. Мен 5 басмати күрішін пайдаландым. Енді қазанымызға салып, үстінен кәдімгі су құясыздар 2 стакан. Одан кейін осы суы қайнап тартылғанша осылай қайнатамыз. Және де үстінен сүт құямыз 2 стакан. Және де сүті тартылғанша тағы қайнатамыз. Дәмді болу үшін сары май және де қоюлатылған сүт, яғни сгущенка қосасыздар.
Дәмі күшті болады қыздар, қант қосқаннан гөрі осындай сгущенка қосып көріңіздерші, мә дәмі тема болып шығады. Мен сіздерге кениялық байджи масай мара шайын ішуді кеңес беремін. Ешқандай красительсіз, қоспасыз, таза шайлардың бірі. Осымен рецепт дайын болды. Жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар.